Әкені құрметтейді. Үлкенді қадір тұтатын адам билеушілері сын айтпайды. Билеушіге өшікпеген адам бүліншілікке құмартпайды. Ізгі адам осының түбіріне үңіледі. Әңгіме әкеге құрметпен үлкенді сыйлау адамгершіліктің негізгі ойы. Өмірімде әкемнің рөлі өте үлкен. Барлық қиын шешімдерге қатысты әкеммен ақылдасып қана келемін. Тағы да жекпе-жек өткізуім алдымнан Аллаға, содан соң әкеме байланысты. Ол не десе сол болады. Ата-ананың ризашылығын, батасын алу бұл ең негізгі дүние. Менің мақсатым әкемнің көз алдында мақтаныш сезімін көру. Әкем мені жақсы көретінін ешқашан айтқан емес. Алайда оның іс-әрекетінен мен ешқашан ол мені бәрінен де жақсы көретінін түсіндім. Ғаламның әтірлері татымайды әкемнің иесі сіңген жейдесіне. Әкенің қамқорлығы таудан биік, ананың махаббаты теңізден терең. Бір әке, бір шешеден туылғандардың сыртқы түрі ұқсас болмаса да, ішкі жан әлемі еш ұқсамайды. Міне, бұл Алла тағаланың құдіреті, барлығы бірлігінің бір көрінісі. Әкем мені жақсы көретінін ешқашан айтқан емес. Алайда оның іс-әрекетінен мен әрқашан ол мені бәрінен де жақсы көретінін түсіндім. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе, ұл жарлыққа ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Ат жемейтін ащы шөптің шыққанынан шықпағаны игі. Адам ішпеш ащы судың аққанынан ақпағаны игі. Атасының атын шығармаған жігерсізден игі. Мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайтын. Жасым 14-те болғанда әкем өте ақылсыз ақымақ еді. Мен оны әзер түсінетінмін. Ал менің жасым 21-ге келгенде, сол 7 жыл аралықта әкем өте ақылды, өзіме ақылшы, тіреу, одан артық адам жоқ болды. Әке болу дегеніміз заттарға жаңа көзқараспен қарауды үйрену. Кеше сізде миллион маңызды іс болды. Ал бүгін кенеттен сіздің ұлыңыз маңызды болады. Бүгінгі ата, әке, бала сынды осы ғасырда жасап отырған 3 ұрпақтың мойнындағы ұлы міндет өз тамырын іздеу, өзін өзі толықтану, қазақтану болмақ. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Әке адамның ең жақсы істеген жұмысы балаларының шешесін сыйлау. Әкем маған жұмысты сүюді емес, жұмыс істеуді үйретті.